Құрметті қыздар, біз бүгін сіздермен бірге тастар таңдаудың әдіс-тәсілдерін үйреніп шығатын боламыз. Тастар өзі негізінен екі типке бөлінеді. Біріншісі олар табиғи тастар, екіншісі табиғи емес тастар, натуральные, ненатуральные камни болып бөлінеді. Бұл оның качествосына, сапасына байланысты. Ал енді олар оның размеріне байланысты көптеген түрге бөлінеді. Естеріңізде сақтап алыңыздар. Кез келген сіз натуральный тас алып жататын болсаңыз да, хрусталь алатын болсаңыз да, ең бірінші размерлі бірлік размер болады, одинарный размер дейді. Ары қарай екі-екіден қосылып кете беретін болады. Екілік, төрттік, алтылық, сегіздік, ондық, 12-лік, 16-лық деліп, барлығына екі-екі размерден қосылып кете беретін болады. Тастардың размері килограммен бірге болмайды. Мөлшерін өлшеген кезде оларды размеріне қарай миллиметр, сантиметрмен. Өздеріңіз көріп тұрғандағыдай, қазір менің қолымда мына жерде тастар және хрустальдар тұр. Мына менің қолымдағы натуральный тас, бұл тигровый глаз деп аталады. Бұл 10-дық размер. Одан кейінгі мына тас 8-дік размер. Одан кейінгі мына хрусталь менде 6-лық размер. Одан кейінгі мыналар 4-дік размерлер. Олардың барлығының енді размерлерін қайдан білесіздер? Фурнитура сататын магазинге барған кезде размер бойынша сұрап аласыздар. Ал өздеріңіз ажырату үшін кәдімгі қарапайым математика. Мына менің қолымдағы жіптің, тастың сыртына жіп орап, жіпті қиып алып тастайтын болсаңыз, қайтадан оны линейкаға жайған кезде ол 1 сантиметр шығады. Диаметр деген сөз, тастың диаметрі 1 сантиметр шығу керек. Мынау 10-дық размерлі. Көрдіңіздер ме? Міне бұл қазір анықтап қарасаңыздар 4 пен 5-тің арасында ровно 1 сантиметрде тұр. Бұл 10-дық размер деген сөз. Енді қараңыздар, қарапайым жүйеде мен осыған 6-лық тасты қойып көрсетейін. Міне миллиметрін қараңыздаршы. Мына 6-лық тастың миллиметрі өзі 4-тен бастап қоям. Ровно міне 1, 2, 3, 4. 6 миллиметр қап кетті бізде. 10 сантиметрге жетпеді. 1 сантиметрге 10 миллиметрге жетпеді. Ал енді 4-ті қоятын болсаңыздар, ол өзінің размеріне сәйкесінше 4 қана миллиметрді ұстай алады ол. Көрдіңіздер ме? Міне қараңыздар. Тастардың размері осылай анықталатын болады. Бұлардың размеріне байланысты біз не әшекей бұйымдар жасаймыз дейтін болсаңыз, кейбір әшекей бұйымдарға кішкентай размерлер әдемі көрінетін болса, кейбір әшекей бұйымдарға үлкен размер әдемі көрінеді. Ол енді сіздің тапсырыс берген клиентіңізге немесе өзіңіздің жасап жатқан әшекей бұйымыңыздың сапасына, түріне, көрінісіне байланысты әртүрлі размерлі тастарды таңдайтын боласыз. Құрметті менің сұлуларым, қазір біз сіздермен тастардың өлшемін алуды үйреніп алдық. Енді осы видеоның астына сіздерді алдағы уақытта қандай тақырып қызықтырады, қандай тақырып бойынша біздің сіздерге арналған тегін видео ақпарат түсіргенімізді қалайсыздар, міндетті түрде жазып кетіңіз. Біз сіздің ой пікіріңізге байланысты сабақ түсіретін боламыз.